Армысыздар, қадірменді әріптестер, құрметті қазылар алқасы және рухани қазына 2025 фестивалінің қатысушылары. Кітап мәңгілік мұра, адамзат өркениетінің алтын көпірі. Кітапханашы болу бұл тек кәсіп емес, ол жүректің қалауы, ізгілікке апаратын жол. Осы салада 3 жыл қызмет атқарып келемін. Мен үшін кітапхана тек білім ордасы ғана емес, жан дүниені байытатын, жүректерге жарық сыйлайтын киелі мекен. Ерекше қажеттілігі бар жандардың білімге, ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз ету менің басты міндетім. Осы мақсатта бөлімде кедергісіз болашақ жобасын жүзеге асырып, зағип және нашар көретін оқырмандардың кітап әлеміне жақындауына, цифрлық технологияларды меңгеруіне жол аштым. Бұл жоба олардың тәуелсіз өмір сүру дағдыларын қалыптастырып, қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бүгінде бөліміміз тифломагнитофон, үлкейткіш лупа, тифлофлешплеер, Clear Reader, сарысы дауыстап оқитын машинкаларымен жабдықталған. Сондай-ақ JavaScript Windows бағдарламасы орнатылған компьютерлер оқырмандарымыздың сандық сауаттылығын арттыруға көмектесуде. Осы жоба аясында аталған құрылғыларды қолдану бойынша арнайы оқыту сабақтарын ұйымдастырып, оқырмандарымыздың оларды күнделікті өмірде еркін пайдалануын қамтамасыз еттім. Әрбір құрал олардың білімге, ақпаратқа, жаңашылдыққа деген жолын жеңілдететін сенімді серігі. Біз үшін маңыздысы әр оқырманның мүмкіндіктерін кеңейту, білім мен ақпаратқа еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету. Бөлімнің оқырмандары әртүрлі байқауларға қатысып, өздерін жан-жақты көрсетуде. 2023 жылдың 13 қараша халықаралық зағиптар күніне орай ерекше жандардың мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған саусақ ұшындағы әлем байқауы 2024 жылдың қыркүйек қазан айларында бір ел бір кітап акциясы аясында жігері жасмаған жандар және кедергісіз болашақ жобасы аясында мақсат барда шектеу жоқ байқаулары өткізілді. Ерекше жандармен қарым-қатынас семинар тренингінде кітапханашыларға аясыз 1К бағдарламасын, Braille қарпімен жұмыс істеу және тифло құрылғыларды қолдану үйретілді. Бұл тренинг Жетісу облысы әкімінің қолдауымен Кербұлақ, Ескелді аудандары және Текелі қаласында арнайы бұрыштардың ашылуына орай ұйымдастырылды. 14 наурыз көрісу күніне орай зағип оқырмандар арасында театрландырылған қойылым қойылды. Талдықорған қаласының орталық Арбат алаңында Жетісу букфейр жәрмеңкесі өтті. Бұл шара аясында зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана мемлекеттік мекемесінің директоры Байзақов Асқат Құсайынұлы Жетісу кітап керуені жобасы бойынша біздің бөлімге кітаптар сыйлады. Сонымен қатар өзге облыстардың кітапханаларымен өзара кітап алмасу жүзеге асырылды. Алдағы уақытта 2025 жылы кедергісіз болашақ жобасы аясында көз жанары өмір айнасы бір ел бір кітап акциясы аясында шексіз мүмкіндіктер әлемі байқаулары жоспарлануда.